12 жасқа толған балаларға арналған. Қаратаудың басынан көш келеді, көшкен сайын бір тайлақ бос келеді. Ел жұртынан айырылған жаман екен, қара көзге мөлдіреп жас келеді деп айтылатын осы бір қаралы ән кезіндегі қазақ тарихында ақтаңдақ жылдары шыққан қаралы өлең екені белгілі. Дәл осы азалы әнді белгілі қазақ жазушысы Смағұл Елубаев ағамыз өзінің менің қолымдағы Ақбозы атты романында да жақсы пайдалана білген. Себебі бұл шығарманың ішіндегі оқиғалар қазаққа қолдан жасалған ашаршылық нәубеттарына арналған. Ассалаумағалейкем, қадірменді ағайын, эфирде Кітап әлем бағдарламасы. Бүгінгі танысатын кезекті шығармаларыңыз белгілі қазақ жазушысы Смағұл Елубаев ағамыздың Ақбозы романы. Құрметті телекөрермен, бүгінгі біздің жазушы Смағұл Елубаев ағамыздың трагедияға толы, тарихи трагедияға толы Ақбозы роман бүгін өздеріңізге таныстыратын бүгінгі біздің кезекті спикеріміз Ағарыс Ерболұлы келіп отыр. Ағарыс бауырым, Кітап әлем бағдарламасына қош келдің. Қош көрдік. Енді біздің қоятын алғашқы сұрағымыз әрине дәстүрлі сұрақ. Ең бірінші кезекте бұл кітапты ашып оқымас бұрын кез келген оқырман, әсіресе жастар, оның авторының кім болғандығын білген дұрыс деп есептейміз. Смағұл Елубаев ағамыз қандай жазушы болған, өзің ол кісінің қандай шығармаларын білесің, алғашқы қай уақытта таныстың, әңгімені осыдан бастасақ. Смағұл Елубаев атамыз 1947 жылы дүниеге келген, қазіргі Түркменстанда. Одан кейін 1961 жылы қазақ еліне, қазақ жеріне жер аударады. Ол кісінің шыққан тегі кезіндегі сол Жетіру деген тайпаның ішіндегі табын деген рудан шыққан. Ол кісі 61 жылы қазақ еліне келгеннен кейін осы қазақ жерінде өмір сүріп, одан әрі өзінің білімін жетілдіріп, 71 жылы қазіргі Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің журналистика мамандығы бойынша аяқтаған етін. Одан кейін 74-75 жылдары Мәскеу қаласында осы сценарий бойынша өзінің жоғарғы білімін одан әрі дамытып, сол мамандық бойынша жұмысын ары қарай жалғастырған. Қазіргі таңдағы енді біз бәріміз білетін әртүрлі тарихи кинолар бар ғой. Алтын тақ, мысалы, Алмас қылыш, Қазақ хандығы, Мінәжат деген сол сияқты барлық осы сізбен біз білетін кинолардың барлығының сценарийін жазған кісі осы Смағұл Елубаев. Керемет. Қазіргі өзің ғана аттарын атып түстерін түстеген кинолары қазақ киносының мынау қоржынын толтырған деп айтуға болады. Жақсы түсірілген бір көркем фильм, деректі тарихи көркем фильмдер деп айтуға болады. Керемет. Енді романның өзіне ойсайық, Ағарыс бауырым, жалпы бұл енді жаңа жоғарыда мен айтып өттім. Бұл кітап жалпы тарихи трагедияға толы оқиғаларға байланысты жазылған деп. Қай дәуірдегі қандай оқиғалар, қазақ даласындағы оқиғалар суреттелген? Бұл жерде қазақ елінде болған 1931-33 жылдар аралығында болған ашаршылықты суреттейтін роман ретінде білеміз. Бірақ осы тұста айта кететін жайт, романның өзінде астын сызып көрсететін жылды жазып қойған. Ол қай жыл десеңіз 1927 жыл. Неге ол жылды беріп түсін түстеп астын сызып көрсет десек, ол жерде жаңағы басы кейіпкер Пахраддиннің өзі ең бірінші жаңағы байлардың алдыңғы қатарлары кәмпескіленіп, жаңағыдай барлығы өзінің артық дүниелерін үкіметке өткізіп, бүкіл тап өкілдері бірдей қалыпта болу керек деген ұстанған кезде, сол кезде ол кісінің мынандай сөзі көзіме оттай басылған болатын. Ең бірінші 1917-18 жылдары қазақ жеріндегі ең ірі байлардың малдарын тартып алып, оларды жаңағы босқындатып, яғни қарапайым халықпен бір деңгейде болсын, олар не себепті бай болу керек, олар барлығы бір тап өкілдері болу керек деген ұстанымдарды айтқандығын көрсетеді. Және ол жердегі ең бірінші солардың қасындағы ауылдағы бір Чожа деген байдың көптеген малдарын тартып алғандығын естіп, ол сол күндерден бастап ол өзіне іштей үрей. Күнде ұйықтар алдында ұйқысы шала бөлініп, түн ұйқысын төрт бөліп,
тіпті ұйықтай алмай қалған кездері сол кезден басталғандығын көрсетеді. Яғни 1911-де басталып, 17-18-де байлардың малдарын тартып алып, одан кейін 27-ші жылы бұларға келіп бастағаннан өздерінің арғай дамытып отырып, 31-33 жылдары ең соның жаңағы аяқталған кездер, яғни халықтың өте бір ауыр халге түскен кездерін суреттейді бұл жерде. Әрине, кезінде кеңес одағы болған кезде тарихты сол кездегі замандастарымызға басқаша оқытты. Кеңес үкіметі қалай келді, жаңағыдай бұрынғыдай таптық теңсіздік болған жоқ, кедейлердің жағдайы күрт жақсарды, байлардың барлығын осылай ортақ деңгейге, қалыпты деңгейге түсірді. Бірақ бұның барлығын егер шынайы қарайтын болсақ, қазақ тарихында ақтаңдақ болып жазылған өте бір трагедияға толы жылдар болған. Бұны бүгінгі ұрпақ білуі тиіс. Енді Ағарыс бауырым, жалпы кітап, кез келген кітап кейіпкерсіз болмайды ғой енді. Осы жерде біздің жазушы ағамыз қандай кейіпкерлерді алған және сол кейіпкерлердің басты ерекшеліктері неде деп ойлайсың? Ең бірінші осы жерде басты кейіпкер, яғни байларды айтып отырық қой, ол жерде Пахраддин деген байды айтылады. Ол басты кейіпкердің бірі осы Пахраддиннің қызы Хансұлу болады. Хансұлу ол өте әдемі, киімінің өзі жаңағы үкілі бөркі басында, шалбарын, жаңағы бешпетін, барлық киімін өте әдемі үлгіде суреттей білген автор. Оған тіпті ғашық болмаған адам жоқ дейді. Тіпті сол үйдің малшысының өзі Қозбағар соған ғашық болып қалған деп суреттейді. Одан кейін Мажанбай бұл Пахраддинді орта тап өкілі ретінде алып қарайды, соған байланысты халықты салыстырып отырып суреттеп отырады. Бұдан асқан байлар бар, оған жататын жаңағы Шожаны айтып отырық ең бірінші. Одан кейін Мажанбай осы Пахраддиннің бір сөзінде айтады, ең соңғы 32-33 жылдары өте бір ауыр халде болған кезде Мажанның ең соңғы мүлкі дейді 300 ірі қарасы қалған болса, ал Пахраддиннің өзінде бар жоғы 10-15 түйесі, ал бір 100-ге тарта ірілі ұсақты малдар ғана қалған деп суреттейді. Одан кейін енді өкілдерден айтатын болсақ, Шеге, Ыждақай, Сұржекей, тіпті жаңағы Шегенің өзін жаңағы Хансұлуды айтып отырмын ғой, сол Шеге соны өзіне жаңағы жар қылып алады ең соңында. Сол кезде алған кезде тіпті Шегенің өзін үйін тіпті орта тап өкілдерден төмен адамдарды кәмпескілеп жатқан кезде осының үйіне келеді Шегенің. Сол кезде сенде қандай мүлік бар, нең бар, бәрін түгендейді бір сөзбен айтқанда. Сол кезде Шеге менде ештеңе қалған жоқ дейді. Мен барлық дүниемді есіктің алдына шығарып, соңғы дүниемді өткізген едім дейді. Сол кезде жаңағы келген Ыждақай, комсомолдар ғой, Ыждақай бар, Бұқабай бар, милиция. Солардың барлығы келген кезде жоқ, сенің үйіңде заттар бар, өте құнды, бағалы, әшекей бұйымдар бар дейді. Шеге бой бермей соңына дейін өзінің ұстанымында болады. Сол кезде бір бұрышта тұрған сандықты алып қараған кезде сол сандықтың ішінен алтын бұйымдар шығады. Ол жаңағы Пахраддиннің қызы Хансұлудың өзінің жаңағы әке-шешесі ұзатып шығарған кезде өзіңе ертең мал жаның осы болады, осымен өзің күнің көріп қаласың деп сондағы бір махаббатқа баласына деген соны бірге беріп жүрген. Тіпті ол Шегеге де айтпаған, ең тіпті тарының андай дәнін жеген кездер болған кезде осыны өзіңе тамақ қыласың деп бергені ғой. Сондағы Шегені жаңағы алып кетеді. Алып кеткен кезде оны соттайтын ол кезде де прокурорлар болған. Сол кезде Нұрилла сынды прокурор бар, жаңағы Асан, одан кейін Калашников деген жаңағы комсомолдың мүшелері бар. Одан кейін жаңағы Апанасов деген бар. Апанасов деген кейіпкерге тоқталатын болсақ, бұл жерде жаңағы Лабақ Ахун деген бір не болады. Әр болыстың, әр ауылдың өзінің ақылшысы. Бұрында мысалы Қазақ хандығы кезінде жыраулар болған ғой, әр ханның тұсында болатын. Сол сияқты бұл жерде де Лабақ Ахун деген кісі 5 уақыт намазы түгел, жаңағыдай өзінің ақылын айтып отыратын. Сол кісінің өзінің әрқашанда тілегі, дұғасы қабыл болып отыратын. Сол кездегенде Шегенің алып кеткен кездегі алдын жоспарлап әулиелік деп айтсақ болады, сондай кісілерді бұл жерде барлығы қатар суреттеле білген. Лабақ Ахун сынды. Жақсы. Енді осы жерде ой туындайды, жалпы автор осы шығармалық арқылы қазақ даласында болған сол кездегі нәубеттердің барлығын қалай көрсете білген. Жалпы осы шығарманың маңыздылығы, құндылығы жайында ойыңды ортаға салшы.
маңыздылығы туралы. Енді бұл жерде қазіргі таңда біз бейбіт өмірде, бейбіт заманда өмір сүріп жатырмыз қой. Ешқандай адам өзі сол нәубетке түспей жатып, оның қадірін де түсінбейді, ол туралы ойлауы да екіталай да. Ал біздің қолымыздан келетін не осындай романдарды, жаңағындай роман, поэма болсын, барлығын оқып, біз кішкене ой түйеміз тек қана. Ал біздің бұлардан түйетін ойымыз ол кездердегі нәубет заман деп айтады. Нәубет замандағы адамдардың жаңағындай қиын қысты күндері өте ауыр суреттелген. Бұл жердегі енді кез келген оқиға, романда болсын, қатар барлығы суреттеледі. Ол кездегі әлеуметтік жағдай болсын, тұрмыс жағдай болсын, тіпті ол жерде енді махаббат әр кезде де болады ғой. Жаңағындай біз қозбаға ең бірінші жаңа Шеге мен Хансұлу қосылып деп айттым ғой. Оның алдында жаңағы Пахраддин деген байдың несі болады, інісі болады, Әзберген деген. Ол Әзберген өте жаңағындай үкіметті ең жек көретін адам біреу болатын болса, сол адамның біріншісі сол адам болатын еді. Ол Әзберген өте қатал, сондай үкіметке қарсы адам болды да. Осы кезде жаңағындай балалардың барлығы енді ойнайды ғой. Оның өзі керемет суреттеледі. Өйткені ол кезде де жаңағындай ақсүйек деген ойындар болған, жаңағындай қыз қуу деген сияқты. Ол кезде сол ақсүйек ойнап жатқан кезде соның жалғасы ретінде жаңағы үйден Шеге бір неаны алып шығады, орамалды алып шығады. Сол кезде ойынның жалғасы көзді орап жаңағындай, яғни қазіргі тілмен айтқанда қуаласпақ деп айтып жатады, қыз қуу сияқты. Сондай көзін жұмып келесі адамды қуалап, соны ұстау керек деген. Сол кезде Хансұлу да өзінің керемет суреттейтін жаңағындай қарагер деген құнан өте керемет суреттейді. Жаңағындай жаңағы жүйрік аттың ішіндегі ең жүйрігі осы жаңағы соның атын құнан суреттейді. Сонымен келе жатқан көреді, ол атынан түсіп, сол жерде түсіп, ортаға қосылған кезде қозбағар көзін байлап, соны ұстап алады. Ұстап алған кезде тіпті айтады, бетінен сүйдіп, тіпті адамдар қарап тұрған күннің өзінде, тіпті омырауына дейін барып, құшақтап, жабысып қалған көреді. Сол кезде жаңағы Пахраддиннің қызы ғой, ал Әзберген жаңағы Пахраддиннің інісі, бұның көкесі болып келеді. Көкесі сол тұста көріп қалады да, оны ше қозбағарды барып аямай ұрады. Ол бүкіл адамның көзінше қозбағар төмен тап өкілі, ал анау байдың сөзі әрқашанда өтеді, жаңағы күші де жетеді деген сөз бұл жерде. Сол жерде жаңағы барлық күшімен ұрып нешіп жатқан кезде жаңағы қозбағардың анасы келіп қалады. Ол Торқа деген кісі болады. Жан айқай шығып, тіпті оны жаңағы сендер бағана осы күнге дейін біз кедей үкіметтікі, біз комсомолмыз деп жатсыз, не үшін бізге заң жоқ деп, сол жерде жаңағы Шегенің әкесі болды, Шәріп деген кісі, сол кісіге арыз жазады. Бүкіл жаңағы істі көтереді. Сол кезде келесі күні үйінде Әзберген шай ішіп отқан кезде милицияға келіп алып кетеді. Сол кезде Әзберген оны Сібірге айдатпақшы болады да, жаңағы қылығы үшін. Сол жерде Пахраддиннің бұл жерде бауырмашылық десек те болады. Інісі енді қанша жаңағы бауырын қанша жаман болса да жақсы көреді ғой. Сол сияқты ол жер аударып жібермес үшін өзінің жаңағы қызын Хансұлуды өзінің малшысы Қозбағарға береді ғой. Сол жерде яғни бұл жерде махаббатты да суреттеп көрсетеді, бірақ менің ойымда жаңағы оқып отырып ойландым да, сол кезде мынандай ой түйдім да, бұл жерде махаббат туралы ешқандай да бір андай аса сілтеу ештеңе жоқ. Тек қана бір қолдан келмеген, яғни шара болмағаннан кейін сондай жайттарға тура келіп қалып, амалсыздықтан барып отты да. Ал негізінде махаббат суреттейтін бұл жерде Балқия мен Бұлыш деген екі кейіпкердікі. Жақсы. Осы жерде де Ағарыс бауырым мынандай ой туындайды да, жалпы біздің тарихта осы кеңес үкіметі орнағаннан кейін мынау 33 жылға дейінгі қолдан жасалған ашаршылықтың барлығы қазақтың қолындағы, енді біздің қазақ көбінде малмен өмірі байланысты болғаннан кейін сол кездегі шолақ белсенділер асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын деген ұранмен жұмыс жасаған. Соның арқасында, соның кесірінен деп айтайықшы, біздің қазақ халқы тоз-тоз болып қаншама миллиондаған халқымыздан айырылып қалдық. Бұны бүгінгі жас ұрпақ білуі тиіс. Осы Ақбозүй роман оқысаңыздар, құрметті көрермендер, оқырмандар, сол кездегі қазақтың тарихындағы болған оқиғаның барлығын автор шынайы суреттеген, бұны білгендеріңіз дұрыс. Менің өзімнің жеке пікірім сұрақ ретінде де қойғым келіп отыр, Ағарыс. Мысалы, сол кездегі бақуатты, енді халыққа қатты зияны болмаса да зияны жоқ, пайдасы болмаса да зияны жоқ, осы Пахраддин деген азаматтардың өзінің тағдыры сондай болып жатқан кезде орта шаруа, одан да кедей қазақ азаматтарының жағдайы қандай болды деген ой туындайды да. Бұл енді қазіргі көз ашық азаматтың көзқарасымен қарайтын болсақ, енді тігерге тұяқ қалмады деген қазақта сөз бар, түгел тартып алған. Бұл тұтас бір ұлтқа жасалған қастандық деп ойламайсың ба? Тұтас ұлтқа
бұл жерде мынандай ой келуі мүмкін. Қазақта керемет сөз бар да, қылышының жүзі жоқ дейді. Жүзі жоқ, еркектің, яғни жігіттің жанарынан ол артық болады дейді. Осы тұста енді барлығына ортақ болып жатыр ғой, қызына да, ұлына да деген сияқты. Осы тұста қиянат жасап жатқан кезде әйел адамзатының, әйел баласының ерліктерінде айтуға кіші суреттеген бұл жерде. Ол жердегі кейіпкер айтсам, Дәу апа деген кейіпкер бар. Кішкентай эпизодтан айтып кетсем болады. Жаңағы Бұлыш деген аңшыны айтып отырмын ғой, Балқияның сүйіктісі. Сол кезде Бұлыш жаңағы әкесінен ерте айырылады 11 жасынан. Сол кезде Бұлыш пен жаңағы анасы Дәу апа екеуі жер аударып кетіп қалады сол кезде. Яғни қиын қыстау кезең ғой. Сол кезде барған кезде Пірімқол деген байдың қолына жаңа не істейді, жалданып жұмыс істейді. 1 жыл жұмыс істесең дейді, саған 1 бие береміз дейді. 2 жыл жұмыс істесең 2-ін береміз дейді. Сол жерде бұлар тоқтамай 2 жыл сол үйдің жаңағыдай отымен кіріп, күлмен шығып жүріп жұмыс істейді ғой. Содан кейін енді 2 жыл өтті, азды кемде өміріміз қалды. Біз өзіміздің қыстауымызға, өзіміздің жайлауымызға барайық, өзіміздің өсіп өнген жеріміз бар деп, сондай тұжырымға келеді. Сол жерде қайтатын кезде бұлар өзінің жұмыс ақысын сұраған кезде Пірімқол деген бай бұларға үйінде тұрған ең жаңадан туылған бір құнан мен бір арық биені ғана береді. Сол жерде көңіл толмайды. Сол кездегі Дәу апаның ерлігі дейміз бе, жаңағыдай мықты адам болғандығының бір белгісі, ол жаңағыдай қайтқан сыңай танытып, келесі ауылға баласы екеуі тоқтап, сол жердегі Бұлышқа тапсырма береді. Мен Дәу апа болып тұрып, осындай жер басып, былай азғырынып, біреудің өтірігіне сеніп жүріп жер басқанша дейді, үйтіп өлгенім артық дейді. Бұлыш деген баласына сондай тапсырма береді. Сен барып Пірімқолдың жаңағыда қорасын білесің, қай жерде тұрғанын, қандай ауқатты адам екенін білесің, қандай тіршілігі бар. Сен қазір осы жерге бізге айтқан 2 биесін алып келе алмасаң, біз осы жерде өлеміз, осы жерден жерімізге бармаймыз дейді құқыр қолмен. Сөйтіп ерлігі де сол жерде барып, баласы 2 биені айдап келіп, сол жерге үйіне барады. Ал екінші ерлігі сол жердегі қиын қыстау замандағы жаңағы ең соңында осы Ақбоз үй романының соңғы жағында жаңағы Хансұлу бір баласы болады шегеден, жәнегі Бұлқыштың жары Балқияны айтып отыр ғой, оның да бір баласы болады. Бірақ бірінші Бұлқыш жаңағы бұларда келіп комсомолдың адамдары ең соңында атып кетеді тіпті ше. Дым қалмағаннан, дым таба алмағаннан ше, лә жоқ. Сол кезде Бұлқыш қайтыс болады, одан кейін Балқия соның артынан кетіп ол қайтыс болады, баласы осылардың ауылында қалады. Оны жаңағы Дәу апа асырап алады. Дәу апа жаңағы соның балалары бар, жаңағы Хансұлу баласы бар. Төртеуі жападан жалғыз бір далада қалып қалады. Сол кезде ерлігі тіпті әр жаңағыдай саяхатын, әр жаңағындай жүрген жер аударған болсын, бәрін есеппен алып жүрген да ол кіші. Тіпті суреттеп келсет, 2 қалтасы болатын дейді. 2 қалтасында әр күнге есептелген тарының дәніне дейін. Осы балалар өліп қалмаса екен, осы балалар аштан өліп қалмаса екен, күн көрсе екен, ертең біздің азық кемдік өміріміз қалды. Осылар біз көрмегенде осылар көріп кетсе екен деген сияқты бір қор болатын астық. Ең соңында енді суреттелетін жаңа опасыздық қандай заман болды деп сұрап жатсыз ғой. Сол жерде енді тағы бір айта кететін жайт, жаңағы Ақбоз үй романында осы жаңағы Хансұлу мен Дәу апа балалармен қайтып келатқан алдында жаңағы Пахраддин мен оның жұбайы Сырға екеуі ол екеуі жете алмай қалып кетеді жарты жолда. Сол кезде қалған кезінде өте бір жүрек ауыртатын жағдай, анау тұрған бір көлеңкені көреді да, ол үй жаңағы өздерінің Ақбоз үй деген негізі романның атауы сол Пахраддиннің үйі етін Ақбоз үйде болып көрініп тұратын. Сол көзіне елестейді ғой, көзіне елестейді. Ал бір есінен талып, есінен оянып жүреді да, сол кезде бүйтіп көзін ашып қараса, ол тек қана елес екені кәдімгідей жазады да автор. Сол кезде кәдімгідей жүрегің ауырады да, тіпті ол аштан өліп атып, тіпті көзіне елестейтін болған ғой, сондай үйім бар еді ғой кезінде деген сияқты. Сондай бір көңіліңе қаяу түсіретін кездері болады. Түсінікті, Ағарыс бауыр, мінекей құрметті біздің көрермендеріміз, оқырмандарымыз қазір ғана Ағарыстың осы түсіндіргеніне қарап отырып, біздің қазақ даласында қандай нәубеттердің болғандығын, қазақ халқының қандай қиыншылықтарды бастан өткергенін, бүгінгідей тәуелсіз елге жету жолында қандай қиын тағдырлы тарихтан өткендігін білгендеріңіз дұрыс деп ойлаймыз. Енді Ағарыс бауырым, бізге берілген уақытта өз мәресіне жақындап қалды. Жалпы бұл романды қанша жастан бастап оқуға кеңес берер едің?
қазіргі таңда Қазақстан тарихы, яғни тарихпен сабақтастырылып қараймыз әрқашанда. Қазақстан тарихы мектеп қабырғасында 5-ші сыныптан бастап оқытылады. 5-ші сыныптан бастап енді түбіне ең жоғарғы сатынан ғасырлардан, сақтардан, ғұндардан бастап оқытқаннан қазақ хандығындағы осы ашаршылық кезеңі, яғни 7-ші сыныптан бастап алып 8-9-да өрбиді. Ол қанша жас десеңіздер, 13 жастан бастап алып 14-15 жастарында, яғни сол ес біліп, қай жерде не туралы айтылып жатқандығы, қандай нәубет тартып, қандай қиыншылық болған туралы сол жерде олар сезіне алады деп ойлаймын да. Сол кезде яғни бір 14 жастан бастап оқыса, бұл романды түсіне алады деп ойлаймын. Жақсы, керемет. Енді өзің кітапты сүйіп оқитын жастардың бірі екенсің. Жалпы сенің сөзіңе қарап, сөз саптауыңа қарап, біз сенің қаншалықты әдебиетпен, қазақ әдебиетімен байланысың бар екендігін бағамдап отырмыз. Өзіңнің артынан еріп келе жатқан іні қарындастарыңа кітап оқудың артықшылығы мен пайдасы жайында бір-екі ауыз ақылыңды айта кетсең. Қазіргі таңда енді гаджеттің заманы, жасанды интеллекттің заманы деп айтып жатырмық қой. Қазіргі таңда кітап оқу өте маңызды. Себебі адам кітап оқып отырып, ол есте сақтау қабілетін жақсартады біріншіден, екіншіден білімін арттырады. Біз мысалы роман ретінде оқып отырсақ та, әдеби шығарма ретінде оқып отырсақ та, біз тарихты қанша біліп отырық, ол кезеңдегі суретті қаншалықты суреттей алған, қандай дәуір заман болғандығын біліп отырық. Сондықтан да әртүрлі тақырыпта, әртүрлі кітаптарды оқыған дұрыс деп ойлаймын. Яғни көп оқыған сайын адамның білімі көп болады, ол көп адаммен сөйлесе алады, ақылын айта алады деген сияқты. Өзіне керек болады. Адам тұлға ретінде жан-жақты болып қалыптасуына кітаптың пайдасы зор. Өте зор. Олай болса, Ағарыс бауырым, мынау алтын уақытыңды бөліп келіп, бүгін біздің кітап әлемі бағдарламасына өзіңнің бір үлесіңді қосқаныңа біз ұжымымыздың атынан үлкен алғысымызды айтамыз. Өзің жас ұстаз екенсің, өзің сияқты осы кітапты сүйіп оқитын, білімге деген құштарлығы мол жастарымыз көбейе берсін. Осы уақыттағы еңбегің жемісті болсын. Рахмет сөзің. Сізге рахмет. Құрметті телекөрермен, біз бүгінгі бағдарламамызды осымен аяқтаймыз. Бірақ дей тұрғанмен, қазақ тарихынан тағы да бір сусындағыңыз келсе, қазақтың тарихында қандай ақтаңдақ беттер болғанын білгіңіз келсе, осы Смағұл Елубаев ағамыздың Ақбоз үй романын алып оқып көрсеңіздер болады. Бұл кітап Қазақстанның кез келген кітапханасында, сонымен қатар Тараз қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы ғылыми әмбебап кітапханада да бар. Келіңіздер, оқыңыздар, тарихты біле жүріңіздер. Жалпы кітап оқығанды қойған адам ойлауды да қояды деп кезінде данышпандар бекер айтпаса керек. Сөздік қорларыңыз кең, айтатын ой-өрістеріңіз жоғары болсын десеңіздер, бір мезгіл уақыт тауып кітап оқи жүріңіздер. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кітап әлемі бағдарламасында амандықпен жүздескенше деймін.